Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bolalar. Allah subhanahu wa ta'ala faydalı bilim almamızı nasip etsin. Algan bilimizge amal etmemizi nasip etsin. Allah subhanahu wa ta'ala осы отырысыңызда хайырлы, берекелі мәжіліс отырысынан болу насip etsin inşallah. Құрметті бауырлар, сіздер өткен дәрісімізде қаза болған намаздарды қалай оқимыз, және одан кейін мешітке келгенде немесе кешігіп келген намазға қалай намазға кіру керек, және намазды қалай жалғастыру керек мәселесін өткен болатынбыз. Бүгінгі дәрісіміз бабы сужуду саху. Намаздың ішінде қателесіп қалсақ не істейміз? Намаздың ішінде қателесіп қалсақ қалай намаз жалғастырамыз ба? Намазымыз бұзылады ма? Немесе бұзылмастан соңынан саху сәждемен туралауға бола ма деген мәселеде сөз бітіретін боламыз. Бауырлар, білеміз, намаздың парызы бар, намаздың уәжіптері бар, намаздың сүннеттері бар, әдеттері бар, мұстахабтары бар. Намаздың неше парызы бар? 12 парызы бар. 12 парыздың біреуі орындалмай қалса не істейміз? Намазды басынан қайталап оқимыз. Намаздың уәжіптері бар. Неше уәжібі бар? 18 уәжібі бар. Сол уәжіптердің біреуі орындалмай қалатын болса, онда саху сәжде жасалынады. Бүгінгі тақырып сол жайында. Яджубу сәждатан биш ташахуд ва таслим ли таркил уәжіб сахуан ин такарара. Ташахуд дуасынан кейін бір жаққа сәлем беріп, екі сәжде жасалынады. Егер қателесіп қалсақ, не мәселелерде? Мысалға, وَإِنْ كَانَ تَرْكُكُ عَمْدًا أَثِمًا وَوَجَبَ عِيَادَةُ الصَّلَاةِ لِجَبْرِ نَقْصِهَا. Намаздың уәжіптерін әдейі тастап кететін болсақ, онда намазды қайталап оқу бізге уәжіп болады екен. Егер қателесіп байқамай қалсаңыз ғана соңынан саху сәжде жасалып, намазыңызды толықтыруға болады екен. Тақырып түсінікті ғой, бауырлар? Намаздың уәжіптері не еді мысалға? Мысалға, Фатиха сүресін оқымадыңыз. Фатиха сүресін оқудың үкімі не еді? Намаздың уәжібі. Немесе Фатиха сүресін оқыдыңызда бір зам сүре оқымадыңыз. Зам сүре қосып оқудың үкімі не еді? Уәжіп еді. Әдейі оқымадыңыз. Фатиха жетеді ғой, ол да қирағат қой дедіңізді, зам сүре қосып оқымадыңыз. Әдейі істейтін болсаңыз, сол намаз не болады дейді? Намазды қайтадан басынан оқу сізге уәжіп болады. Неге? Өйткені намаздың уәжібін әдейі орындамадыңыз. Ал қателесіп қалсаңыз ше, байқамай қалдыңыз. Қателесіп қалдыңыз, есіңізге шығып қалды. Онда соңынан істелінеді екен, ташахуд дұғасынан кейін бір жаққа сәлем беріп, ассаламу алейкум деп, соңғы отырыста. Алғашқы отырыста емес. Мысалы, алғашқы отырыс деп атқанымыз не ол? 2 ракағаттан кейін бір отырыс отырамыз ғой. Бірінші ракағатта сіз қателесіп қалдыңыз, уәжіп мәселесінде. Енді бұны қашан орындаймыз саху сәждені? Соңғы отырыста. Соңғы отырыста ташахуд дұғасын оқимыз да, салауат оқылмайды. Бір жаққа сәлем береміз де, ассаламу алейкум деп. Кейін Аллаху акбар деп 2 мәрте сәжде жасалынады. Кейін орнымызға тұрып, қайттан ташахудты оқып, салауатты оқып, 2 жаққа сәлем беріп аяқтаймыз. Егер жалғыз болсаңыз, жалғыз болсаңыз, ал имамдыққа шыққан болсаңыз, өйткені жалғыз деп атқанымыз, жалғыз болған адамға бір жаққа да сәлем беруге болады, 2 жаққа да сәлем беруге болады. Мүлден сәлем беруге де болады. 3 көрініс бар. Ал имамдыққа тұрған болсаңыз, тек қана бір жаққа сәлем берумен ғана шектелу міндет болады сізге. Өйткені жамағат намаз бітті деп ойлап қалады. 2 жаққа сәлем беріп қойсаңыз, намаз бітті деп елдер тұрып кетеді намаздан. Ал бір жаққа сәлем беріп, Аллаху акбар деп сәждеге жығылсаңыз, елдің бәрі біледі не болды? Демек сіз саху сәжде жасап жатсыз. Намаздың бір жеріне қателескеніңізді біліп тұрсыз. Ал өзің жеке оқып тұрған болсаң, жаңағы 3 көріністің біреуін орындасаң болады. Мүлдем сәлем бермей, Аллаху акбар деп сәжде жасайсыз. Немесе бір жаққа сәлем беріп, Аллаху акбар деп сәжде жасайсыз. Немесе 2 жаққа сәлем беріп сәжде жасауға болады. Осындай 3 вариант, 3 риwayat бар. 3 көріністің
қалаған орындауға болады. Кімге бұл? Жалғыз оқыған адамға. Ал имам болып тұрған жігітке қана бір-ақ жаққа сәлем бермей ғана шектелу керек екен. Өйткені үйіп тұрған жамағат не болып қалуы мүмкін? Қателесіп түсінбей қалып, екі жаққа сәлем беріп қойсаңыз, намаз бітті деп ойлап қалады. ولا يسجد في العمد لسهو قيل إلا في ثلاث ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة أو تفكره عمدا حتى شغله عن الركن. Енді сәжде саху жасалынады. Алғашқы отырысқа отырмай кеткен болсаңыз, қателесіз, мысалға дейді. Алғашқы отырыста отыру үкімі не еді? Уәжібі, парыз емес. Уәжіп. Отырмадыңыз. Әдейілеп орындамасаңыз не болады? Онда сол намазды қайталап оқу сізге үкімі не болады екен? Уәжіп болады екен. Ал қателесіп, ұмытылып, байқамай қалсаңыз, онда соңында саху сәжде жасалынады. Бірақ бұл саху сәжде соңына кешіктірілу керек екен. Намаздың соңына кешіктірілу керек. Немесе намазда сол уәжіп амалын істеп болдыңызда ойланып тұрып қалдыңыз. Кішкене уақыт өтті дейді. Қанша уақыт десе бір рукн мөлшерінде тұрып қалдыңыз. Мысалға, қиямнан рухуға барымыз керек еді. Рухуқта 3 мәрте дұға айтып болған соң бірден қиямға отырып сәждеге кетуіміз керек еді. Қиямда дұға істеп тұрып қалдың сен. Сәждеге асықпай жатсың. Ал бір рукннан екінші рукнге, яғни бір амалдан екінші іс әрекетке өтіп отырудың үкімі не еді? Тездетіп. Уәжіп еді ғой? Уәжіп еді. Сіз мына жерде ойланып қалдыңыз. Сәждеге кетейін деп тұрдыңыз да ойланып тұрдыңыз. Асықпай ойланып тұрдыңыз да кейін кеттіңіз. Осы асықпай тұрған ойланған мөлшері бір рукн мөлшеріне жететін болса дейді. Бір рукн деген не? Яғни бір іс амал қанша уақыт кетеді? Мысалы, рухуққа келген кезде қанша уақыт кетеді? Субхан роббил азим, субхан роббил азим, субхан роббил азим. Қанша уақыт? 5 секунд дейік. 5 секундтай ойланып қалсаң, бір рукнның мөлшеріне жетсе, онда саған не болады соңында? Саху сәжде жасау уәжіп болады дейді. Ва юсаннул итян бис суджуди саху баъда салам. Және сүннет болады екен, бұл саху сәждені сәлемнен кейін беру керек екен. Сәлем жаңағы. Бір жаққа сәлем беру, иә? Сәлем беріп барып саху сәжде жасаудың үкімі не екен? Сүннет екен, уәжіп емес, сүннет екен. Демек, сүннет деген сөз, істесең сауап, істемесең күнә емес. Егер қателесіп қалып, сәлем берместен, сәлемнен алдын сәжде жасап қойсаң, саху сәждесін. Онда есептелінеді екен. Бірақ не бойынша болған жоқ? Сүннет бойынша болған жоқ. Сүннет бойынша қалай керек екен? Сүннет бойынша сәлем беріліп, барып, кейін саху сәждеге жасау керек. Ва яктаби би тәслиматин вахидатин ан яминихи фил асах. Жаңағыдай, бір-ақ жаққа шектелумен де сол жеткілікті болып есептелінеді. Екі жаққа сәлем беруіңіз не емес, міндет емес. Файн сәжде қабла сәлем куриха танзихан. Сәлем беруден бұрын, жаңағыдай, сәжде қылып қоятын болса, макрух танзих күнәсін аласың. Макрух тахрим, макрух танзих болып екіге бөлінеді, күнәлар. Макрух екен ғой деп ойламаңыз, макрух деген күнә деген сөз. Харамға жақын күнә, харамнан алыс күнә болып екіге бөлінеді. Демек, сәждені сәлемнен алдын әдейі істейтін болсаңыз, макрух танзих күнәсін аласың. Ал байқамай істеп қойсаңыз, оған кешірім бар. Бұл жердегі әңгімелердің бәрі әдейілеп істеп жатқан жайында. Ва ясқуду суджуду саху би тулуул шамс баъда салам фил фажр. Енді жаңағы саху сәждеміз бар ғой. Саху сәжде сәлем беріп намаз бітірдік қой. Сәлем берген болсаңыз, және бұл таң намазында болған болса, таң намаздан кейін күн шығып кеткен болса, саху сәжде жасалынбайды енді. Саху сәжде жасалынбайды. Саху сәжде жасайын деп жатқан кезде не болып баратыр? Таң шығып баратыр. Сен сәлем берген кезде күн шығып кетті. Күн шығып кеткеніне қарамастан қайттан саху сәжде жасалынбайды. Бітті, осымен тоқтайсың енді. Ва ихмрариха фил аср. Немесе асырдан кейін күн қызарып батып бара жатқан кезде. Асыр намазды оқып тұрған едіңіз, сөйтіп ішінде бір уәжіп амалды не істеп қойдыңыз? Ұмытып қалдыңыз, байқамай қалдыңыз. Енді соңынан саху сәжде жасаймын ғой деп тұрған кезде қарасаңыз, күн қызар батып баратыр. Сен сәлем беріп, саху сәждеге барайын десең, күн батып жатыр енді. Енді тезет намазды аяқтайсыз. Өйткені сіз саху сәждеге барып, қайттан ташахудқа отырып,
салауат айтып биткеніңше ақшаң көп кетейін деп тұр. Сол себепті осындай өте тығыз уақытта не істелінеді екен? Саху сәжде жасалынбайды. Және жаңа сәлемнен кейінді сол намазға кедергі болатын кез келген іс амал не саху сәжде жасалынбайды. Мысалға мына жерде бір өрт шықты. Бір көмегің керек болып тұр. Сен саху сәжде жасап, сөйтіп тұруға сенде уақыт жоқ. Тездетіп намаздан шығып барып ана өртті сөндіру керек. Мысалға, болады осындай жағдайлар. Сонда кез келген мәселелерде саху сәжде жасалынбайды екен. Қалған мәселелердің бәрінде не істеуіміз керек екен, бауырлар? Саху сәжде жасалынады. Имамға үйіп тұрған жамағат та уажип болады, имаммен бірге не істеу? Саху сәжде жасау міндет болады. Имам қателескен болса өзі ғой енді, мен кінәм жоқ қой деп тұрмауымыз керек. Имам бір жаққа сәлем беріп, Аллаху акбар сәждеге кеттік деді ма, бәріміз артынан не істеуіміз керек? Кетуіміз керек. Ал соңынан кешіп келген адамдар бар, кешіп келген адамдар бар. Сол кешіп келген адам немесе имамға үйіп тұрып, өзіңіз қателесіп тұрсыз. Имамға үйіп тұрсыз. Бірақ не істеп жатсың? Қателесіп тұрып жатсың. Имамға ілесемде өзің қате жіберіп қойып жатсың алдын. Бірден тұрып кетіп жатсың ба имамнан бұрын? Қайтып отырып қалып жатсың. Оның бәрі имамға қарсы келіп жатыр ғой. Сол өзіңіздің істеп қойған қателігіңізге саху сәжде жасамайсыз сіз. Имам қателескен жоқ нәрсе, имам намазды дұрыс оқып тұр. Енді имам соңында сәлем беріп жатқан кезде, мен жаңа имамға ілесіп тұрған кезде қате жіберіп қойған едім деп не істемейсіз? Саху сәжде жасалынбайды артында тұрған жамағатқа. Кешігіп келген жамағат бар. Мысалға, имам бірінші ракатта қателесіп қалған. Бұл екінші ракатта үйді имамға. Онда масбуқ адам деп айтады, масбуқ. Сол масбуқ адам имам сәлем бергеннен кейін орнынан тұрып, бір ракат жалғастырып өзі оқу керек қой. Сол имамның сәлем берген күтіп отырған кезде имам Аллаху акбар деп сәлем берді, сәждеге жығылып жатыр. Бұл масбуқ, жаңа кешігіп келген адам қиямға кетіп қалуға болмайды. Әлі имам неге отырған жоқ? Ташаххуд соңғы отырысқа отырған жоқ әлі. Бұл да не істейді имаммен бірге? Саху сәжде жасайсыз. Жоқ, мен ар жаққа кете берейін, сендер бітіре беріңдер мына жақтан. Мен ана жақта реттеп келейін деп кетіп қалуға болмайды. Имаммен бірге саху сәжде жасайсыз да, отыра қалып, имам ташаххудты салауатты оқып болып, екі жаға сәлем бергеннен кейін барып орнымыздан қиямға отырамыз енді. Сөйтіп кешігіп келген, алдын өткізіп алған бір ракатымызды не істейміз? Оқып аламыз. ولو صح المسبوق فيما يقضي سجدة له أيضا للاحق. Сол жаңа кешігіп келген адам бар ғой, кешігіп келген адам. Имам кейін сәлем бергеннен кейін, имам кешігіп келген адам орнында тұрып оқимыз керек қой. Сол жақта тұрып өзің қателесіп қалатын болсаң бір мәселеде, соңында саған өзің саху сәжде жасайсың енді. Имамға қатысы жоқ саған. Сен өзің қателессің. Имамның өткізіп алған ракатын тұрып оқып тұрған кезде өзіңіз не істеп қойдыңыз? Намаздың уәжіптерін біреуін жіберіп қойдыңыз. Байқамай қателесіп, енді соңында не істейсіз? Саху сәждеңізді жасап, намазыңызды толық аяқтаңыз. Имам жұма намазда, айт намазда қателесіп қалған болса, саху сәжде жасалынбайды. Жұма намаз оқып тұр имам. Сөйтіп не істеп қойды? Уәжіпті біреу қателесіп қалды. Енді соңынан не істеу керек еді ол кісі? Саху сәжде жасалу керек еді. Бірақ жұма намазда болса жасалынбайды. Және айт намазда. Айт намазда имам қателесіп қалды. Намаздың уәжібі не істеп қойды ол? Қателесіп қалды, байқамай қалды. Соңынан не істемейді, саху сәжде жасамайды. Тездетіп сәлем беріп намаз аяқтайды. Екі намазда ғана. Қандай? Жұма намаз, айт намаз. Бұл кімге ғана қатысты? Имамға ғана. Жамағатқа қатысы жоқ. Өйткені жамағат өзің жеке үйіңде айт намаз оқи алмайсың, және өзің жеке үйіңде не істемейсің? Әйел бала шағаны отырғызып қойып, оларға құтпа оқып жұма оқи алмайсың дейді. Жұма намазда, айт намазда қай жерде оқылады? Мешітте оқылады. Мешітте. Осы екі намаз имамға саху сәжде жасалынбайды, түсіріледі мойнынан. Ал қалған намаздарда не істеліну керек екен? Саху сәжде жасалынады. ومن سهى عن القعود الأول من الفرض
ада илейхи ма лам ястави қаиман фи захир риwayati ва хува ласах. Парыз намазды оқып тұрған кезде, парыз намазда сөйтіп қателесіп, алғашқы отырысқа отырмай тұрып кетті. Нешінші ракатқа кетті бұл? Үшінші ракатқа. Өйткені алғашқы отырыс қашан болады? Екінші ракаттан кейін болады, дұрыс. Бұл екінші ракатқа отырмай неге тұрып кетті? Үшінші ракатқа тұрып кетті. Сөйтіп мәлім ястауи қаиман. Тұрып баратқанда есен түсті. Әлі неге қиямға кеткен жоқ? Отыра қояды дейді. Яуд. Отыра қояды. Вал муқтади кал мутанаффил яуду валау истақамма қаиман. Имам сәл орнынан қимылдағанға жамағат тез қимылдайды ғой. Имам енді бізі қимылдайды, жамағат тұрып кетті орнынан. Күтіп тұрады, имам енді тұрып барады. Имам тұрып барады, есен отыра қалды имам же. Жамағат же, жамағат бәрі қайқайып тұр енді. Енді имам отырған соң жамағат не істеу керек екен? Отыра қою керек. Өйткені жамағат, имамға үйіп тұрған жамағат нәфіл намаз оқып тұрған секілді үкім алады да осы жерде. Олар отыра қою керек. فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح. Енді имам жаңа қателесіп алғашқы отырмастан үшінші ракатта тұрып баратқан кезде қиямға жақындап қалған болса, орын не істейді? Қиямға жақындап қалған болса дейді, қайтады, отырады. وإن كان إلى القعود الأقرب لا سجود عليه. Отырады да, бірақ соңына саху сәжде жасайды. Өйткені бұның тұрған көрінісі қай жерге жақындап қалған еді? Қиямға. Қиям деген не? Қиям деген орнымыздан тік тұрып намаз оқу. Орныңыздан тұрып баратқанда қиямға жақындағанда бар, есіңізге түссе отырмағанын не істейсіз? Отырасыз. Бірақ соңында саху сәжде жасайсыз. Ал бірінші көрініс қандай болды? Бірінші көрініс қиямға жақын емес еді. Енді тұрып баратқанда отырып қалдыңыз, саху сәжде жасамайды ол адам. Мынау жасайды не үшін? Бұл рухуқтан көтеріліп, қиямға жақындап қалған адам мынау. Ал әл-қауд отырғаннан енді ғана қозғалып қайтып отыра қалған болса, ол адам соңында не істемейді дейді? Саху сәжде жасалынбайды, жасамайды. Ал жамағат жаңада тұрып кетті орнынан. Олар не болды десеңіз, ол имамға үйіп тұрған жамағат нәфіл оқып тұрған адам секілді отыра салады екен. Өйткені намазды кім оқып тұр бұл жерде? Имам оқып тұр. Имамның намазы дұрыс болса, жамағаттың бәрі дұрыс болады иншалла. Қой біз орнында тұрып қойдық, имам енді отырып келсін өзі жаққа деп күтіп тұрмайды екенбіз қиямда. Имам отыра қойса не істейміз? Отыра қоямыз. وإن عاد بعد ما استقام قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته. Ал имам орнынан тұрып кеткен болса дейді. Имам тұрып кеткен болса, намаздың бұзылғаны жайында ғұламалардың арасында енді түрлеген көптеген көзқарастар бар екен. Имам орнынан тұрып кетті. Алғашқы отырысқа отырмағаны тұрғанда бар бесен түссе, енді сол намаз не болды десе, намаз бұзылды ма бұзылмады ма десе, бір ғұламалар намаз бұзылды қайталап оқып алсын десе, екінші бір ғұламалар жоқ, намаз қайталап оқымайды деп осы жайында не бар екен? Ихтилаф бар екен. وإن صح عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود. Жаңа алғашқы отырыста қателес отырмады ғой ол. Ол адам не істейді деді? Сәжде қылмаған болса, онда тұрып қойды орнынан. Сәжде қылмаған болса, онда отыра салсын дейді. Соңынан саху сәжде жасайды бәрібір. Тұрып қойған болса дейді. فإن سجد صار فرضه نفلا ودم سادسا إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر. Енді жаңағы алғашқы отырыста отырмай тұрып кетті ғой, тұрып кетті де, кейін сөйтіп сәжде жасап қойған болса, сәжде, онда ол 3 ракат істеліп қойды енді. Көрінісін түсініп жатыр ма? Алғашқы отырысқа отырмады да 3-ші ракатта тұрып кетті ол. Тұрғаннан қоймай сәждеге кетті енді. Сәжде жасап қойған болса, онда және бір не қосады екен де, бір ракат қосып намазды оқиды екен. Бір ракат. Немесе соңғы отырыста дейді. Соңғы отырыста отырмай сәжде жасап тұрып кеткен болса, ол намаз не болады екен? 5-ке тұрып кетті ғой енді. 6-ші ракат
қосып 6 ракат оқылады да, 6 ракат. Егер соңғы отырысқа отырып барып тұрған болса, онда соңғы 2 ракат оған нәфіл, алғашқы 4-еуі парызға жазылады екен. Ал тұрып отырмаған болса ше дейді. Соңғы отырысқа отырудың үкімі не еді? Парыз, уәжіп емес, парыз. Соңғы отырыста отыру бұл намаздың соңғы 12-ші парызы. Соған отырмаған болса, сөйтіп 5-ке тұрып кетті. 5-дің сәждесін жасап қойды. Енді 6-ші ракатты қосып оқиды да, 6 намаздың бәрі не болды? 6 ракаттың бәрі нәфілге айналып кетті дейді. Асырден не істейді енді? Қайттан оқу керек екен. Өйткені білеміз, асыр намазы намаз оқылмайды ғой. Ал мына адам асыр оқыған жоқ әлі. Асыр намазы әлі оқыған жоқ. Неге? Өйткені оқып тұрған парыз нәфілге айналып кетіп жатыр. Сөйтіп қайттан не істейді? Парызға қайттан не деді? Намаз қайттан басынан бастайды. Көрініс түсінікті болды ма? 2 түрлі көріністі айтты. Ау? Қалған намаздарда. Өйткені асырды жекелеп айтып жатқаны асыр намаздан кейін намаз оқылмайды ғой негізінде. Оқылмайды. Бірақ мына жерде оқимыз. Өйткені әлі асыр оқыған жоқсың ғой сен дейді. Соңғы отырысқа отырсаңыз, онда алғашқы 4-еуі не болады? Парызға кетеді, кейінгі 2-еуі нәфілге айналады. Екінші көрініс. Соңғы отырысқа отырмадыңыз да 5-ке тұрып кеттіңіз. Енді 1 ракат қосып 6 ракат қыламыз да 6-ауда не болды? 6-ауда нәфілге айналып кетті. Асыр оқыған жоқсың сен әлі. Қайтадан асырды оқып ал енді. Деп осындай мәселе көтерді. Шамда қайталанса не болды дейді? Шамда да дәл осындай. Шам намазында жаңағыдай 3 ракаттан кейін ақырғы соңғы отырыс қой бізде. 3 ракаттан кейін соңғы отырыста отырсаңыз, сөйтіп 4-ке тұрып кеткен болсаңыз, және біреу қосамыз да, сонымен алғашқы 3-еуі парызға кетті де, соңғы 2-еуі не болды? Нәфілге кетті. Ал отырмасаңыз ше? Отырмасаңыз, онда не болды? 6-ау қыламыз онда. Өткені 5 ракаттық нәфіл намаз жоқ ондай. 6-ау қыламыз. Немесе 4-еу қыла саламыз. 1-еу қыламыз да тоқтаймыз сол жерден. Сөйтіп, қайтадан не істейміз? Ақшамды қайттан оқимыз. Отырдыңыз ба, отырмадыңыз ба? Ал соңғы отырыс деп жатқанымыз ташаххуд дұғасының мөлшерінде отыру. Ат-тахияту лиллахи деген дұға бар ғой. Сол дұғаны қанша уақытта оқисыз? 38 оқасыңдар ма? Ау? 1 минут деп айта берейік дейтін ол. 1 минут оқисыздар ма? Ат-тахиятты. Сол ат-тахияттың мөлшерінде отыру намазың соңғы парызы сол. Көріңіздер, сағат қарап отырып, ат-тахияту лиллахи уассалату тайбату деп оқып көріңіздер, қанша уақыт кетеді. Сонша мөлшерде отыру соңғы отырыста не екен? Намаздың соңғы парызы сол. Салават оқу ол не? Сүннет амал. ولو سجد للسهو في الشفع التطوع لم يبني شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد غير سجود السهو في المختار. Мысалға, нәфіл намаздар бар ғой? Нәфіл намаздар. Нәфіл намаздарда жаңағыдай қателесіп қалған болсақ, саху жүзі. Жаңағыдай соңғы отырыста отырдың ба, отырмадың ба деп. Нәфіл намаздарда жаңағыдай парыз секілді және 1 ракатты қосып оқып ондай болмайды екен. Нәфіл намаздарда. Солай аяқтаймыз. Нәфіл намаздарда. Бұл жерден әңгіме бәрі не жайында жүріп жатыр? Парыз намаздарда. Парыз намаздарда соңғы отырысқа отырдың ба, отырмадың ба, әңгіме сол жайында. Мысалы 4 ракат сүннет оқып тұрсыз. Сөйттіңіз де не істедіңіз? Қателесіп, жаңағыдай соңғы отырысқа отырмай 5-ке тұрып кеттің. Жоқ, оны сол жерден қайттан тағы 1 ракат қосып 6 ауыл ондай болмайды екен, сәлем беріп аяқтай салады екенбіз. Нәфіл намаздарда. Тұра қалып, отыра қойып, аяқтай салады екенбіз намазда. Ал, парыздарда ондай емес. Парыздарда енді жаңағыдай өзінің жолымен кету керек екен. Лау саллама ман алейхи саху фақтада бихи саха ин саждали саху ва илля фала. Мысалға, саху сәжде жасау керек еді бір адам. Сөйтіп, оған бір адам илесіп тұратында. Сонымен бірге қосып саху сәжде жасайды. Бірақ ол саху сәжде жасамаса, үйіп тұрған адамға да намазы толық болды. Оған уайымдамасын, күмәнданбасын.
кейін артына есіне түсірді, мен саху сәжде жасауым керек еді ғой. Ойбай, мен намазым не болды онда? Ойындама, үйіп тұрған жамаатқа ойындамасын дейді. Бұл жер әңгіме кім жайында болып жатыр? Имам жайында. Имам жауап береді екен намазға. Сол үшін мына жамаатпен оқыған намаздың сол да өте жақсы жері. Намазды біреуге тапсырып қоясыз, бітті, ақыретте сол жауап береді сіздің намазыңызға. Бірақ оянып, тірезіп тұруымыз керек та артында. Өткен айттық қой, дәретің бұзылып кетсе, қай ракатта кеткенін біліп тұруым керек хотя бы. Оянып тұру керек намазда, иә. ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم. Немесе намаз бітті, кейін саху сәжде жасамаған есіңе түсіп қалды. Бірінші ракатта қателескенің есіңде сен. Соңында саху сәжде жасаймын ғой деп тұрдыңыз да, ұмытып кеттіңіз. Ұмытып келіп, ең соңғы отырыста отырып, ташаххуд, салауат бәрін оқып болдыңыз да, ассаламу алейкум, сәлем бердіңіз. Сөйтіп есіңе түсті. Мен саху сәжде жасаған жоқпын ғой деп, сөйле есіңе түссе, қайттан сол жерде екі сәжде жасай салып, қайттан ат-тахиятқа отырып, мен айтқан жоқпын мен. Сөйлеп қойса, немесе құбладан мынау дене бұрылып кеткен болса, онда болмайды. Осы екі нәрсенің істелінбеген болса, саху сәждеден қайттан істей салуға болады екен. Бауырлар. Ұмытып кеттіңіз. Бірінші ракатта, екінші ракатта қателескеніңізді біліп тұрсыз. Қазір соңында істейін дедіңіз саху сәждеден. Сөйтіп соңында ұмытып кеттіңіз. Сәлем беріп қойдың. Сөйлемедіңіз ешкімге. Және мына жүз, көкірек неден бұрылған жоқ, құбыладан. Отырдың осылай. Есіңе түсті. Сөйлемедің ешкімге. Не істейсіз? Отырған орныңызда тұрып барып келмейсіз жаққа. Отырған орныңда сәжде қыласыз да екі мәрте. Сөйтіп қайттан ат-тахиятты оқып, салауатты оқып, сәлем беріп намазыңызды аяқтайсыз. Мәлім ятахауал ан қибла ау ятакаллам депті. Енді сөйлемеу керек деген да бұл жерде. Демек астағфиралла деген дұға қояды ол. Бұл жерде жаңа телефон берген сөйлеп қоймаған болуым керек. Намаздардың қабыл болсын деп қоймауым керек. Бәрін анықтап еске түсіріп алып барып кейін шығуымыз керек екен де намаздан. Бәрі нормальный ма? Ешқандай не болған жоқ па? Саху жоғарыда болған жоқ бұл нәрсе деп. Одан кейін барып шыға береміз. Енді сәлеміңді бере бер, енді намазың қабыл болсын айта бер. Міне осындай саху сәжде мәселесі бойынша осындай мәселе жалпы өтіп шықты. Енді екінші бір мәселе көтеріліп жатыр. Соған байланысты сұрақтар бар ма осыған дейін? Сұраңыз оң жақтан. Соңынан саху жасаймыз. Өйткені уақыт кешіктірдіңіз. Одан кейін ғана рукунның уақыттарын кешіктіргендіктен соның есесінен соңында саху жасау сізге міндет болады. Енді жаңызақ адам мұқтаж, сіздің көмегіңізге мұқтаж болып жатқан мәселеге көмектесеміз ғой. Бәрін тоқтатпа, өзің тоқтасай. Болды, алып шыға бересің ақырындап жағаға. Күшің келмесе екінші біреу көмектессін саған. Егер қатты серьезный болмаса, сабыр етіп жүрді, кішкене нетіп көмектес. Мұқтаж, яғни сіздің көмегіңізге мұқтаж болған жағдайда намазды тоқтатуға рұқсат бар. Үзірлі жағдайда ол же. Үзірлі жағдай. Ондай жағдайда кей жағдайларда намаз тоқтату уәжіп болады, керек болса. Шынымен сіздің көмегіңізге мұқтаж біреу өлейін деп жатыр. Сен бұл жерде созылып, намаз оқытуға болмайды. Бірден сөйтіп намазыңды бұзасың да барып көмектесің керек анаған. Адамға көмектесің керек. Одан кейін сол намазды қайттан кейін басынан оқып аласың. Дәл сол жерде тақуа болып қалу керек емес та. Дәл сондай жағдайларда уәжіп болады екен. Уәжіп дегенде істеуің міндет сенің. Адамға нең керек болып тұр сенің? Көмең керек тұр. Немесе бір баланың қолы қысып қалды есікке. Сен намаз оқып тұрсың мына жерде. Енді сабыр ет деп тұрмайсың ғой. Бірден намазды бұзасыз да не істейсіз, есікті ашып баланың қолын шығару керек. Бала майып болайын деп жатыр. Мысалы деп жатыр. Сондай жағдайларда не намазды бұзуға болатын мәселелер бар. Болады. Әдейі емес те бірақ бұл жерде. Жоқ, сәлем бермейсің, бірден шығып кете бересің. Мұна көкірек құбыладан бұрылды ма, бітті, намазың бұзылды онсыз да. Жүз бұзылса не болмайтын еді, намаз бұзылмайды. Өткенбіз сабақта оны. Ал мына дене бұрылатын болса былай, көкірек бұрылды ма мына жаққа қарай, намазың бұзылды. Өйткені намаздың парызының бірі не еді, құбылаға жүзденіп тұру керек еді. Сен құбыладан бұрылып кеттің мына жаққа қарап, көкірегің намазың бұзылды. Сол мезетте бұзылып кетті.
Екі жаға сәлем беріп, бейтіп жүріп намазын, ондай емес, бұзып кетті намазын. Болды, шыға бер енді. Сәлем бергені былай жарты дене қозғалып кетті то қандай не болады? Жарты денемен бұрылмаймыз, сәлем бергенде мойнымыз. Басы ғана. Парыз намаздарда. Парыз намаздарда. Жаңа кейбіреулер айтады да, осы аттахият ташаххуд дұғасын оқу уәжіп дейді, ал кейбіреулер ташаххуд дұғасындай мөлшерінде отыру уәжіп дейді. Ташаххуд дұғасын оқып жатқан Ташаххуд дұғасын оқудың үкімі не еді намазда? Ташаххуд дұғасын оқу. Уәжіп еді. Ал ташаххуд дұғасының мөлшерінде отыру парыз ол. Сол дұғаны оқу уәжіп, екеуі екі нәрсе. Соның мөлшерінде отыру намаздың парызы. Соңғы отырыста. Ал ташаххуд дұғасын оқу не? Уәжіп. Уәжіпті шатасып кетті, мысалы бір-екі дұғаның арасында. Қалай шатасып кетеді? Шатасып кетпейсің ғой? Дұғалар болып кетті. Шатасып кеткен мәселе емес қой. Не болды? Қандай сұрақ болды ма? Саху сәждеге байланысты мәселе бітті ма? Сұраңыз. Бесті ол төртте ойлап қалады. Сол өзде намаз қалады. Жақсы. Дәл сол тақырыпқа келіп тұрмын. Бұл сол тақырып бастайық онда. Демек, саху сәждеге байланысты мәселе түсінікті деп ойлаймын иншалла, иә? ولو توهم مصلي رباعيا أو ثلاثيا أنه أتمها فسلم ثم عليه أنه صلى ركعتين أتمها وسجد لسهو. Мысалға, бір адам жаңағы 4 ракат намазды немесе 3 ракатты намазда күмәнданып қалды. Иә? Бітті деп ойлап қалды. Одан кейін ол белгілі болды 2 ракат оқығаны. 2 ракат оқығаны белгілі болды, соңын не істейді? Толықтырады енді. Мысалы 4 ракат намазды 3 ғана оқыған. 3 ракаттан кейін отыр аттахиятта, үй есіне түсті, мен 3 ғана оқыдым ғой. Енді қайта не істейді? Орнынан тұрып 4-ке толықтырады. Немесе 3 ракат ақшам намазды 2 ракат оқыды. Соңғы отырыста ойладым ғой деп, отырмын ғой деп ойлап қараса, алғашқы отырыста отыр. Не істейді? Орнынан тұрып енді 3-ші ракатқа тұрады. Толықтырады. Бірақ соңынан не істейді екен? Саху сәжде жасалынады екен. Соңында жасалынады. وَإِنْ طَالَ تَفَكُّرُهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى اسْتَيْقَنَ إِنْ كَانَ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجْدُ سَهْوٍ وَإِلَّا لَا. Ойланып отырған уақыты немесе. Иә? Ойланып отырған уақыты ұзап кетті. Сол бір рүкін мөлшеріне жетті. Мен неше ракат оқыдым өзі? 2 ма, 3 ма? Или 3 ма, 4 ма? Деп отырды да 4 оқыған анықталды. Мен 4 оқыдым ғой, Құдайға шүкір. Иә, 3 емесеге неше болып шықты? 4 болды. Бірақ осы ойланған қанша уақыт кетіп қалды? Бір рүкін мөлшеріндей уақыт кетті. Бір рүкін жаңа қанша уақыт дедік? 5 секунд дедік па? 5 секунд ойлана отырды. 3 оқыдым ба, 4 оқыдым ба? Әр оқыған ракаттағы сүрелі есіне алып жатыр бүйтіп. Түсініп келді. Мен оқыған ғой 4-еуінде. Деді да түсінікті болды. Енді тұрмайды ғой орнынан, а? Болды. Енді ол жігітке саху сәжде жасау уәжіп болады екен. Неге? Өйткені уәжіптің уақыты кешіктіріліп жатыр. Ең соңғы уәжіп не еді? Әссәлам сөзі кешігіп жатыр да бұл жерде. Әссәлам сөзін кешіктіргендіктен намаздың уәжібін. Оған саху сәжде жасау не болады екен, бауырлар? Міндет болады екен. وتبطل الصلاة بالشك في عدد ركعتيها إذا كان قبل إكمالها وهو أول ما أراد له من الشك أو كان الشك غير عادة له فلو شك بعد السلام لا يعتبر إلا من تيقن بتركه. Намазда күмәнданып тұр. Неше ракағат оқыған есінде жоқ. Неше ракағат оқыған намаз есінде жоқ. Және бұл осы күмәндану бұған алғашқы мәрте болып тұр. Ондай болмаған алдын. Бүгін ғана осы намазда неше ракағат оқыған есіне алмайды. Білмейді неше ракағат оқыған. Ол адам не істейді? Сол намазы бұзылды болып есептелінеді. Қайтадан намаз басын оқиды. Өйткені ешқандай не жоқ ода. Неше ракағат оқыған есінде жоқ. Не 2 оқыған білмейді, не 4 оқыған білмейді. Иә? Соңғы отырысқа отырды ма, отырмады ма білмейді ешнәрсе. Ана ой, WhatsApp-қа кетіп қалған ғой. Фейсбукта ойлап тұрдым, білмеймін не ойлап тұрған. Бір уақытта тұр, мен неше ракат оқыдым, Құдай-ау. Қай жерде жүрміз? Ешқандай елес жоқ.
әйтеуір жығылып тұра бергенін біледі, бірақ неше ракат оқыған есінде жоқ бұл жақта. Бұл бауырымыздың намазы не болды дейді, бұзылды. Өйткені соңғы отырыста отырмағанды білмей тұр бұл ше. Отырды ма, отырмады ма? Білмейді онда. Не болады екен? Намаз бұзылады. Немесе 4 ракатты 2 ракаттан кейін сәлем беріп қойып намазды әңгіме айтып отыр. Не болды? Намаз бұзылды ғой. Намазды қайтадан басынан оқиды. Осындай күмән жиі болатын болса, онда ойының көпшілік жағына кетеді. Жиі. Ал жаңа жоғарыда намазды қайтадан басынан оқыған адам алғашқы мәрте сондайға түсті. Бірақ осындай жиі түсіп жүретін адамдар болатын болса, онда жаңағыдай намазды қайтадан басынан оқымайды намазды. Амиля ғалиби зон, сол ойының басын жағына амал жасайды. Ойлап тұрды. Мен неше ракат оқыдым? 4 ма, 3 ма? Деп тұрды да, түсінікті болды. Мен 3 ғана оқыдым, дұрыс. Дейді, қайтадан тұрып, несін оқиды? 4-ті қосып оқиды. Сөйтіп соңынан не істейді? Саху сәжде жасайды, егер жаңағыдай бір рукун мөлшерінде ойланып қалған болса. Ал бір рукунға жетпесе, онда намаз саху жасалынбайды. Файн лам яғлиб лаху зон ахазы бил ақал ва қаада баъда кулли ракат зонна ахири солатиги. Ондай қайсы ой басым екен тоқтай алмайды. 3 ма, 4 ма, 3 ма, 4 ма? Нақты есінде жоқ. 3 ракат оқыдым дегенде 50%, 4 ракат оқыдым дегенде не? 50%. Онда аз жағын алады екенбіз. Мен 3 оқығаным точно ол. Анық. 4-ші оқығаным күмәнданып тұрсың ғой бұл жерде. 3 оқыдым дейсіз да енді не істейсіз? 1 ракат қосып оқып, не істейміз соңынан? Саху сәжде жасайды екенбіз. Бауырлар, бұл неге айтып жатыр? Өйткені шайтан иблис кейде ойыңызды шалғытып, ойға салып жібереді. Неше ракат оқығаның есінде жоқ. Сол үшін әрбір ракатты қай сүрені оқып тұрғаныңызды біліп тұрыңыз. Сонымен не алып аласыз? Әр ракатты әртүрлі сүре оқуға тырысыңыз. Сол арқылы өзіңізді жинап аласыз. Мен бір ракатта мынандай сүре оқыдым. Екінші ракатта мынандай сүре оқыдым. Дұрыс. Алғашқы отырыста отырдым. Одан кейін не болды? Одан кейін бір мәрте тұрып барып келдім. Одан кейін не істедім? Түсінікті болады ғой. 3 оқыдым ба, 4 оқыдым ба? Бірақ осындай жиі бола беретін болса, онда жаңа 4 оқыдым деген басым болып тұратын болса, жоқ мен 4 оқыдым деп намазымызды аяқтап, шайтанға жол берілмеу керек. Шайтан осысы айналдыра береді осылай. Кейде бір бауырларымыз намаздан бұрын дәретханадан шыға алмай жатқандар бар. Уасвасаға түсіп қалады. Өйткені бір бауырымыз айтады, дәрет алып шығамын да қайттан дәретханаға кіріп кетемін дейді. Қолымды жудым ба, жумадым ба? Бетімді жудым ба, жумадым ба? Масик тарттым ба, тартпадым ба? Күмәндана беремін дейді. Алып келем, қайттан мына жерімді жудым ба, жумадым ба? Қайттан кетемін дәретханаға дейді. Сөйтіп сағаттап жүріп қаламын дейді. Бауырымыз айтады. Мен айтамын, бауырым ондайға түсіп қалған болсаң, онда бір не алып алдым, дәптермен ручка алып ал. Әр мүшем жуған кезде жазып қой. Мен жудым, бетімді жудым, қолымды жудым, аяғымды жудым, жазып қой бәрін. Жаңағыдай шыққан кезде, неге келген кезде күмәнға түсіп қалсаң дәптеріңе қара. Қай жерің жумағаның жазылып тұрған жерде. Қолың жумаған болса, олар жуып кел онда. Басыңды майсы тартмаған болса, тартып кел бар. Ал бәрі жуылған болса, жоқ мен жуғанмын деп, бұндай уасвасадан не істеу керек, шығу керек. Шайтан иблис ойнайды екен солай. Кіммен ойнайды? Әлсіз адамдармен. Білімі жоқ, мына нәрсеге мән бермейтін адамдармен қатты ойнайды. Ол бір ойынға түсіп қалғаннан кейін шыға алмай қаласыз. Айналдыра береді сізді, оның мақсаты сізді намаздан бездіріп жіберу. Намаз деген қиын екен ғой, не деген қиын ол. Қайта дәрет ала беремін, қайта намаз оқи беремін. Енді оқып қайтадан оқимын. Неге десе, білмеймін, дұрыс емес болып қалдым ба деп ойлап қаламын дейді. Неше ракат оқығаным есімнен шығып кетеді. Соның бәрі шайтанның уасвасасынан. Жақсы білім алып алғаннан кейін шайтанға ешқандай жол берілмеу керек. Жоқ, мен оқыдым. Бірінші ракатта Аср сүресін оқыдым, екінші ракатта Ықылас сүресін оқыдым ғой мен бәрін. Демалу керек та оған ше. Сен аулақ жүр менен. Мен бәрін оқыдым, Құдайға шүкір деп, сәлеміңді беріп, дұғаңды жасап, намаз тұрып кете бер. Ол шайтан иблис білімді адамдарға жақындай алмайды. Ол шайтан иблис кімге жақындайды? Білімсіз адамдарға. Өйткені оның мақсаты сізді намаздан бездіріп, намаз оқытпай қойып жіберу. Сөйтіп намаз оқымастан Алланың алдына қара бет қылып алып баруға ол мақсат. Басқа ешқандай мақсат жоқ. Сол үшін мынандай фиқ мәселесінде осындай намаздарға қатысты әңгімен әдейі жазып жатыр. Осындайға түсіп қалған адамдар оны қайта орын қалмасын деген күмән. Сол үшін күмән деген ол жақсы нәрсе емес, күмәннен арылу керек екен, күмәннен. Күмәннен арылудың бір-ақ жолы бар екен, не ол? Білім, яғни біліп тұру керек екен, білім арқылы
не істеп жатқан амалдың бәрін біліп тұрыңыз. Үкімі не болады оның? Мынаны істемей қойсам не болады? Мысалы намаздың сүннет амалын істемей қалдыңыз. Не істейміз? Аяқтаймыз. Бітті, намаз соңынан саху сәжде жасалынбайды. Намазды қайтадан оқып жатпаймыз. Неге? Сүннет амал ол. Немесе намаздың әдебі. Білесіз, Алла кешірсін, Алла сауаппен жазсын десін, қоясың, бітті. Әдейі істеп жатқан жоқсың ғой. А шайтан білесіз, сол кезде сен жаңа не істемей қойдың дейді. Мысалға, мойныңды бұрмай қойдың ғой, бүйтіп сәлем бермедің. Немесе бір жаққа бердің де екінші жаққа беруді есіне шығып кетті ғой деп, сен қайтадан намазың оқы дейді басынан. Сен не деп айтасыз? Демал дейсің ғой, ана? Жоқ, мен намазым дұрыс деп айтасың. Өйткені екі жаққа сәлем бердің үкімі не еді басыңның? Сүннет қой. Ең басты мен ассалам деген сөзді айттым ғой. Намаздың уәжібі еді ол. Мен айттым оны. Керек болса бір жаққа да сәлем беріп қойдым мен. Енді байқамаған шығар мен. Жарайды дейсіз, тұрып кете бересіз. Ойбай, мына жаққа сәлем бермеген екенмін ғой деп қайттан тұрып ал намаз басынан оқиды. Жоқ, ондай болмайды екен. Иә? Міне шайтанның уасуасасынан түсіп қалмаудың ең бірде-бір жолы сауатты жүру керек екен. Істеп жатқан әр іс-қимылдың біліп тұру керек екен. Сол кезде ол не істей алмайды, біздерге тиісе алмайды екен. Енді тилауат сәждесі мәселесі басталып жатыр. Сұрақтар бар ма? Жаңағы өткен мәселеге байланысты сұраңыз. Жұмадағы екінші сүннет, екі сүннет болды, төртеу қойсын. Соны бесінде тұрмын деп екеуге ниет қойсаң, кейіннен барып есіңе түссе, төртеу оқу керек есіңе түссе. Жұманың 4 рәкат сүннетін Бесінде тұрмын деп екі сүннетке ниетін қойып, кейіннен барып есіңе түссе, 4 рәкат оқу керек еді сүннет. 2 рәкаттан кейін сәлем бересіз, тұрып қайтадан 4 рәкат оқи салыңыз қайтадан. Оқи салыңыз. Жұманың сүннеті ғой ол. Оның пайғамбар оқыған ол соны. Ана алғаш 2 рәкатыңыз зая кетпейді, сауабын аласыз. Жалғастырмайсыз. Өйткені ниет қалай болды сізде? 2 рәкат болды. Сол ниетімізге қарай не? Намаздың ішінде бір ниеттен екінші ниетке секіре алмайсың. Ол жаңа сауатсыз адамдарда айта береді, істей бер дейді. Жоқ, сіз істемеңіз. Өйткені ниет не болды сенде? 5 намазың 2 рәкат оқимын деп ниет еттің ғой. Сөйтіп тұрған кезде жұмаға есіңе түсіп қалды. Бүгін жұма қой 4 қыла салайын. 6 қыла салмайсың одан гөрі бәрін. Сол үшін 2 рәкатты сәлем береміз де 4 қайтадан оқып ал. Дұрыс болсын ойың. Шайтан иблис осы жерде қатты адам уасвасаға салады. Сен жаңағы не 5-ін оқимын деп ана ниет қылып жібердің, болмайды, онда қайтадан басынан оқы деп бәрібір сізді тырысып қоймайды сол же. Мақсаты сізді намаздан жалықтыру. Сол үшін жеке-жеке оқып ала салыңыз. Ең дұрыс жол. Енді 4 рәкат сүннетке ниет қылып тұрсың, бірақ тіліңмен 2 рәкат деп айтсам деймін. Сіздікі наоборот болып шықты, ә? 4 рәкатқа деп ниет еттім де тілім 2 рәкат деп айтып жіберді дейді. Жоқ, болады ол. Өйткені ол тіл қателеседі, бірақ жүрек қателеспейді ғой. Ниет деген жүректен шығады. Ал оны тілмен айтудың үкімі мұстахаб болады. Ниет еттім осындай намазға деп та. Ал ең бұл жердегі намаздың парызындағы ниет жүректен шығу керек. Яғни біліп тұрғың керек не істеп жатқаныңды. Дұрыс па? Жүрегің қателесіп тұрған жоқ. Шынымен сен 4 оқиын деп тұрсың. Бірақ тілің қателесі не жерде? Тілің қателесі басқа сөз айтып жіберді. Бұл жерде сол ниетің алынады, ниетіңе. Не айттың? Деген сияқты ниетке қаралады. Имамға енді үйдіңіз, жүректен жаңағы үйдіңіз, бірақ білмен жаңағы айтпадыңыз, имамға үйдіңіз. Болады орында. Аллах акбар деп, ішіңізде ниет етіп үйіп намаз оқып берсеңіз болады. Асығыс кетіп қалды. Болады. Бұл жерде ниет жүрегіңізден шықса болды. Яғни ниет деген не ол? Не орындап жатқанын біліп тұрыңыз керек. Қандай намаз оқып тұрғаныңызды біліп тұрыңыз керек. Келдің, имамға үйдім дедің де Аллахтың намазға кіріп кеттің. Намаз оқығанын сұрап, қандай намаз оқы десе, білмеймін, намаз оқып екен, кіріп кеттім ғой жамағатқа. Қалай намаз? Қандай намаз оқығанын білмейсің бе? Жоқ, білмеймін. 5-ін оқып жатыр ма, асырып жатыр ма, шаруаң жоқ та сенде. Әйтеуір оқып тұр намаз біреулер. Бардың да кіріп кеттің. Намазың дұрыс емес сенің. Өйткені намаздың 12 парыздың біреуі не ол? Ниет. Сенде ниет жоқ. Асыр оқып уақытыңды біліп тұрған жоқсың, немесе 5-ін ба, білмейсің оны. Иә? Сол үшін бауырлар оны анықтап алыңыздар. Кейде анау вокзалдарда, нелерде, бір жерлерде, иә? Аэропорттарда жаңа салафи бауырларымыз ақшамен құптан қосып оқып тұрады. Байқаңыздар. Оны ақшам намазы оқып тұр деп ойлап қаласың. Кейін артынан сұрасаң не болып шығады ол? Құптан болып шығады. Пайғамбар алейхиссалам қосып оқыған ғой деп қояды. Сүннет қой деп қояды.
Көке, сен сияқты бұндай үйтіп қосып оқымаған. Ана айтады. Немесе бес намаз уақытында асырды қосып оқып жатқандар бар. Сен бес намаз оқып тұр деп ойлап тұрсың оны. Ол не оқып тұр? Асыр оқып тұр. Асыр намазын оқып тұр. Дәл сол бесінің уақытында Пайғамбар асыр оқымаған. Әр намаз өз уақытында оқыды. Бес намазын соңғы уақытында оқыды, асырды әуелгі уақытта оқыды. Сыртқы көрінісі екеуін қосып оқыған секілді көрінді дейді. Сапарда. Сол үшін бауырлар оны анықтап алып сұрау керек екен. Қай намаз оқып тұрған? Немесе намаз оқып екен, сұраңыз, қай намаз оқыдық өзі? Мен сіз бес намаз оқып тұр деп ойладым. Сапардасыз, мен де сапардамын. Аэропортта, вокзалда сіз көп осындай жағдай болады. Жаңада жігіттерге үйіп кетіргенін байқаңыздар. Олар тұрады да бәрін қосып оқи береді. Мен айтамын, бесеуін қосып оқи салмадыңдар ма бәрін? Құптандыр аржан таң намаз оқып жүре салмадыңдар ма? Қазір жүрем ба, бәрін оқи салайын бір жерде тұрып. Болмайды ондай. Сұрап алу керек. Кейбір бауырлар айтады, таң намазын мысалы атқымай жатып жұмысқа кетіп бара жатыр ғой. Таң намазынан бұрын жұмысқа кету керек. Таң намазы кірмей жатып таң намазын оқып кетеді да ол. Намаз уақыт кірмесе, ол намаз әлі есептелмейді. Таң намаз уақыт кірмеген болса әлі, таң намаз болып есептелмейді. Таң намазын алдын оқыса, ол нәпіл болады. Қосымша нәпіл намаз. Бірақ ол парыз намаз деп ниет етіп оқыған болса да нәпіл болып кете береді. Өйткені ол таң намазының несі әлі уақыт кірген жоқ. Ал намаздың уақыты кірген үкімі не еді? Намаздың парызы ғой ол. Намаз уақыт кірмеді ме, ол намаз оқу әлі саған парыз болған жоқ. Соға дейінгі нәпіл намаз болып есептелінеді. Ақшам намазының екінші рәкатында рукуға тұрған кезде имамға үлгерем деп ниет етіп соң ақшамға келеді. Ниет еттім деп былай іштен айтпай, Аллаху акбар тәкбірмен рукуға кетіп болады. Болады. Үйден шыққан кезде ақшам намаз алып шығыңыз бірақ. Дәрет алған кезде біліп тұрсың ғой ақшам. Болды, сол ниетіңіз жарайды егер дәрет алып болғаннан кейін көшеде біреумен төбелесіп қалмауыңыз керек. Немесе базарға кіріп кетіп продукт алып аласың ба, бересің ба, сатасың ба деген әңгіме айтылмау керек. Сол ниетпен имамның арасында дүние сөз айтылмай келіп кіріп кетсеңіз болады. Ал арада болып біраз әңгімелер айтылды. Базарға кіріп кетіп базар әңгімесін айтып шығып ана жақтан. Одан кейін барып ана ниетіңіз жарамай қалады. Енді жерде қайтадан басқа ниет етесіз. Жаңағы ниетпен имамның арасында не болмау керек ортада? Дүние мәселесі. Дүниеге қатысты сөз мәселе қозғалмаса, ал ақыреттік сөздер болса болады. Келгенше субханалла айтып келдіңіз. Үйіңізден шығып мешітке келгенше не ла иляха илlallah айтып келдіңіз. Субханалла ва бихамдиhi субханал азим тәсбih айтып келе жатсыз да, ол болады. Ниет жарайды. Дәретте алып тұрған ниетің ақшам оқимын деген. Ал арада жаңағыдай дүниелік мәселеге қосылып кеткен болсаңыз, онда мына жерге келген кезде қайтадан ниет етіп барып не істейсіз? Кіруіңіз керек. Немесе жаңағыдай рухқа үлгере алмай жатқан болсаң, келатсың ғой сапқа енді. Сапқа келе жатқан кезде ниет етіп кіріп келе бер. Ниет деген ол не оқиын деп жатқаныңды білу ғой жалпы. Ниеттің мағынасы қандай амал істейін деп жатқаныңызды білу деген сөз. Не істейін деп жатсың қазір? Ақшам намазын оқиын деп жатырмын. Болды, ниетің сол. Ішіңізден ойлап келе бересіз да ақшам оқиын деп жатқаныңызды. Аллаху акбар такбир алып, еңкейіп, рухқа кіріп, сапқа қосыламыз. Имамға ұйыған кезде субханалла дұғасы жаңағы рухта тұрған біз оқымаймыз. Субханалла оқып, аузу биллахи оқып, бисмилля айтып тұрсыңдар рухта. Елдің бәрі не айтып тұр? Субхан роббил азимді айтып тұр. Сен не айтып тұрсың? Субханалла бихамдих дұғасын айтып тұрсың. Жоқ, онда айтылмайды. Ол жерде елдің айтқанын ғана айтып тұрамыз. Субхан роббил азимді сонымен ғана шектелеміз. Үш ақ нәрсе айтылсын деген жерде. Рухта. Азан қанша уақыт қалды? Ниет етуге болады, сүннет болады. Бірақ ақшамға ғана дәретке ниет еткен ғой мен деп, сонымен ертең құптанды қайтын жаңалап жүрмейсіз. Жоқ, мысалы жаңағыдай ақшам намазға деп ниет етіп дәрет алды да бұл кісі. Ниет ету мұстахаб болады дәреттен, яғни сауап болады. Кейін сол ақшам намазының дәретімен құптан оқиын деп тұр енді. Енді шайтан өшірді осы болса қалуы мүмкін. Сен дәретің жаңалы бар. Неге? Өйткені сен бұны неге ғана ниет еткенсің? Ақшамға ғана. Едінсең бітті дейді сен. Бар қайттан енді тағы не алып кел дейді. Сенге жетпей қалды дейді. Жоқ, ондай ешқандай орын жоқ. Жоқ. Алла қаласа таң намазда оқи аламын осы дәретпен дейсіз.
егер шыдап бере алсаң, дәретің бұзылмаса, не істеуге болады? Сол дәретпен таң намаз оқуға болады. Бауырлар. Мынау имам Шафи, Ахмад ибн Хамбалдың ұстазы да. Имам Шафи. Сол имам Шафиді шәкірті зиярат етіп келеді бір күні. Ахмад ибн Хамбал. Жас жігіт кезі ол кісінің. Сол кезеңде де Ахмад ибн Хамбалдың аты шығып, атақты ғалым болған кезі. Кім? Ахмад ибн Хамбал. Имам Шафи ақсақал кезі енді. Кексейіп қалған кезі шәкірт ұстазға келді. Ұстазы кім? Имам Шафиға келді. Имам Шафиға шәкірт келгеннен кейін жаңағы қызы, имам Шафидің қызы, керемет дастархан жасап, жаңағыдай үлкен табаққа толтырып, мол қылып тамақ салып береді. Сөйтіп имам Ахмад ибн Хамбалдың бөлмесіне кіргізіп береді. Түнімен жеңіз мынаны қарныңыз ашса депті. Сөйтіп бір құман толтырып, дәрет суын дайындап береді. Түнде тақашты оқыңыз осымен. Мына екінші ыдысқа түнде таң намазын дәретін алыңыз деген сияқты суларын дайындап береді. Кім? Имам Шафидің қызы. Оған дейін имам Шафи қызына Ахмад ибн Хамбалды мақтаған еді. Ой, ғалым десең соны айту керек. Керемет жігіт, тақуа жігіт деп мақтаған ғой. Кейін келесі күні имам Шафи бөлмеден шыққаннан кейін қызы бөлмеге тазалайын, ыдыстарды алайын деп кірсе, бір тамақ бәрін жеп қойған. Дәрет суды қараса, су мұрты бұзылмай тұр дейді. Түнде тақашқы да тұрмаған, таң намазға да тұрмаған болып шықты ғой енді. Қызы келеді де әкесіне шағымданады. Әке дейді, сіздің мақтаған жігітіңіз сізге айтқандай емес екен дейді. Неге дейді? Өйткені менің білуімше өзіңіз айтқаныңыздай, мынау білімді ғалым адамдар көп тамақ жемеу керек негізінде. Мен әдейі анау шәкіртіңізді сынайыншы деп үлкен табаққа дейді, толтырып сап берген дейді. Соның бәрін істеп қойып дейді ол? Жеп қойып дейді. Түнде тахажжуд оқысын деп дәретке 2 құманға су дайындап берген. Біреу тахажжудқа, біреу таң намазға. Екеуі де сол күйінде тұр дейді. Қалай сонда мынау? Не тахажжуд оқымаған, не таң намаз оқымаған ғой мынауыңыз дейді. Қандай ғалым мынау дейді мынау. Деп қызы сөйтіп күлді дейді. Сондай ма деп, сосын ұстазы шәкіртін сынап сұрайды ғой, ей балам айналайын, шәкіртім, ана қызым сондай деп жатыр, тамақтың бәрін ас болсын айналайын. Бірақ негізінде сен де білесің ғой енді оны, кітапта келгенде мынау біліммен айналысқан адамдар көп тамақ жемеу керек қой дейді. Сол кезде Ахмад ибн Хамбал айтқан екен, дұрыс айтасыз ұстаз, мен шынымен көп тамақ жемеймін әдетінде. Жалпы тамақты аз жеймін мен. Бірақ осы жолы ғана өмірімде бірінші бірде осындай тамақ жедім деген да ол. Өйткені мына тамақ дейді, көрініп тұр, кім істеген болса да Алланы ұлықтап, зікірмен істелінген тамақ мынау дейді. Өте тәтті екен дейді. Сол тамақтың мынау күшіме, денеме, қуатыма қуат қосты. Түнімен мен ғылыммен айналыстым дейді. Сол тамақпен әдетте түнде мен көп қарай алмайтын ғылымды осы түнде қарадым бүгін дейді. Дәретім бұзылған жоқ мен дейді. Түнде нәпілімді де оқып алдым дейді. Таң намазымды оқып алдым дейді, кешегі дәретпен дейді. Мына тамақ өте маған шипалы болды дейді. Сол кезде бәсе деп қызына қайтқан ақтаған екен. Көрдің ба ана кім екен? Ол осындай ол деп қайтадан қызына мақтайды да Ахмад ибн Хамбалды, имам Шафи. Сол үшін бауырлар, бұл мәселе неден шығып жатыр? Дәрет мәселесінде. Дәрет қанаға көп жүгірмеу үшін аузымызды тиюіміз керек екен. Көп тамақ ішмей, барынша аузымызды тисақ, дәрет қанаға көп бармайсыз. Әрдайым көбірек дәретпен жүруге тырысасыз. Дәретпен жүрудің өзі де құлшылық қой есептелінеді. Дәретпен жүрудің өзі құлшылық. Ал жаңағыдай дәретіңіз бар, бұзылмай жатыр, бірақ дәреттің үстінде дәретті жаңалаймын деген ниет болса, онда сүннет болады, және сауап аласыз. Және плюс болады. Уақытыңыз бар, мүмкіншілік бар, жылысу бар, сүртуге мүмкіншілік болса, әрине алғаныңыз абзал. Егер алсаң, ал алуға одан да маңызды мәселе болса, дәретханаға жүгіре бермей, маңызды мәселемен айналысу керек қой. Яғни мүмкіншілік болса, дәретті жаңалап отыру Пайғамбарымыздың сүннет амалы. Расул алейхиссалам 5 мезгіл дәретті жаңалап отыратын. Дәреті бола тұра жаңалайтын, дәретті. Тазалық қой енді, жуыну. Бірақ Пайғамбарымыздың қаласымен мына қаланы салыстыруға келмейді ғой. Бұл Астана бұл. Бұл жақта аяз соғып тұр, ал ол жақта ше. Бұл жақта жауында жаумайды, қарда жаумайды, жылы, күн ыстық. Жаз ғой әрдайым, күн ыстық. Жазда қайта жуынған сайын денең рахаттанады ғой. Жуына бересің. Қайта жуынбасаң да денеңден жаңағыда тердің шығуы мүмкін, басқа шығуы мүмкін. Ал суықта қандай терсің де? Ол да қаралады бауырлар.
қайта жуынамын деп ауырып қалмау керек. Ана бауырымыз көрінбей кетті болса, ол бауырымыз айта дәрет ала беріп ауру болды анау дегенге бармау керек бауырлар. Бұл діннің айыбы емес, бұл біздің айыбымыз. Соны білмей істей бергендіктен де сол үшін бауырлар қарау керек, ол мәселеге қаралады. Аязды кезде барынша көп жуына бергенде жақсы емес. Сыртқа шығып кетеді, ер азамат болғаннан кейін сыртта жүреміз біз. Сол үшін аязда барынша денсаулықты не істеу керек екенін сақтау керек. Жылы сүртінетін бәрі бар, сақтанатын болса, онда иншалла алуға болады әрине. Тилауат сәждесін өтеміз ба? Қанша қалды азанға? 10 минут қалды ма? Жақсы, онда келесіде тилауат сәждесін өтеміз. Тилауат сәждесі деген не ол? Яғни Құран Каримде тилауат сәжделері бар. Яғни сәжде қылуың міндет болған аяттар бар. Ол аяттың мағыналарын қарайтын болсаңыз, Алла Тағала айтады, сол Алланың сөздерін естіген кезде сәжде қылмайды олар дейді. Олар деп жатыр. Олар кімдер? Мүшриктер, Аллаға қарсы шыққан қауымдар жайында айтып жатыр. Біз, Алла, олар секілді болғымыз келмейді деп, Аллаху акбар деп не істейміз біз? Сәжде жасаймыз. Намаз оқып жатқан жоқсың, жай Құран оқып жатсың. Құран хатым оқып жатқан кезде сондай тилауат сәжде аяттар келіп қалады алдыңызға. Соны оқыған кезде не істейміз? Сәжде қыламыз. Мысалы, сол аятты жаттап отқан болсаңыз, 100 мәрте оқыған болсаңыз, 100 мәрте жасамаймыз. Ең соңында не істейміз? Бір мәрте істейміз. Оны өтеміз келесі дәрісте иншалла. Ал сол бір аятты 100 мәрте қайталадыңыз, бірақ 100 жерде қайталадыңыз. Мына жерде бір оқыдың. Содан ана жерге барған кезде және сол аятты бір оқыдың, айналып жатыр ғой. Мешітте айналып жүріп Құран жаттайтындар бар да кейде. Ана жерге барған кезде тағы бір мәрте сол аятты қайталап қойдың. Сөйтіп айналып жүріп 100 жерде оқыдың ғой енді сол аятты. Саған неше мәрте істейсің енді? 100 мәрте істейсің. Өйткені сен әр аятты әр жерде оқып жатсың. Ал немесе, мысалға Шейх Абдул-Басит бар, Алла рахматын алсын, ол кісі үлкен қары, Құранның үлкен ұстазы ол кісі. Шейх Хусариді ма мысалға тыңдап жатқан едіңіз, сол сәжде аятын оқып өтті ол кісі Құранда. Ол жерде сізге жасау уәжіп емес. Ал радиома, телевизорма қарап отырсыз, прямой эфир болып жатқан болса, прямой эфирде қари Құран оқып жатқан адам не сәжде аятын оқыды. Бірақ ол не? Тікелей эфир. Онда сізге не болады? Саху сәжде жасау уәжіп болады. Ал таңертең айтылып кеткен записті кешке беріп жатыр. Бүгін таңертең берген ол. Бірақ кешке тыңдап тұрсыз, радиодан ба, телевизордан ба? Жаңағы Құран оқып жатқан имам ба, ұстаз ба, кім? Сол сәжде аятын оқып өтті былай. Сізге не емес жасау? Уәжіп емес. Өйткені ол не? Ескі пленка ол. Бұл жерде тек қана тікелей болғанда ғана тыңдасаңыз. Тікелей. Телефонға шетелдегі досыңа звондап тұрсын. Ол саған саху сәждесін оқып берді сол жерде. Нері отырып не істейсің енді сен? Сәжде жасайсың. Немесе кеше түнде WhatsApp-пен жіберген, бүгін таңертең оқып тұрсың соны. Не жіберді екен деп тыңдап қалсаң, саху сәждесін оқып тұр. Енді тікелей болмағандықтан саху сәждесін жасамайсыз. Өйткені ол кешегі записьте ол түнде жіберген. Сен оны қашан оқып тұрсың? Бүгін таңертең оқып тұрсың. Деген секілді осындай саху сәждесі жасау мәселесін келесі дәрісте өтеміз иншалла. Ал саху сәждесі жаңағыда тікелей айтып жатқан болса, істеу уәжіп болады. Уәжіп деген істеуіңіз міндет, істемесеңіз не болады? Күнә аласың. Яғни біз ол қауымдарға ұқсағымыз келмейді деп, біз оларға қарсы шығып, Аллаға сәжде қылатын аяттарда ол ше. Осы жайында иншалла келесі дәрісте өтетін боламыз онда. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Сұрақтарыңыз болса азанға ішіне. Қанша уақыт қалды? Айтыңыз, а? Тарғаудың орысша, қазақшасын айтыңызшы. Тарғаудың қазақшасын сұрап жатырмын мен. Саудай, ол енді сұрағыңыз қойыңыз. Не бірыңғай орысша, не бірыңғай қазақша болсын да, айта беріңіз, а? Болады? Өткен азан айтуда қамат түсудің өкімі не еді? Сүннет. Қамат айтудың өкімі сүннет. Және?
Алейкум салам. Барзақ әлемі басталады ғой қабірде. Сол кезде итке, құсқа жем болып кеткен денені олар барзақ өмірі қалай болады? Суға батып кеткен, өртеніп кеткен денені. Бауырлар, адам екі нәрседен тұрады да, жаннан тұрады, тәннен тұрады. Мына денең ауаға ұшып жоқ болып кетсе де, бірақ жаның жоқ кетпей алмайды ғой. Барзақ әлемінде жаның рахаттанатын болса, рахатты көре береді иншалла. Құдай сақтасын, азапталатын жан болса, азаптала береді ол. Денең топырақта жату шарт емес. Мысалы, кеме батып кетті, денеңді кит жеп, балықтар жеп кетті. Мысалға. Немесе Құдай сақтасын, самолет құлап жатыр, самолет құлады да өртеніп жоқ болып кетті біреу. Енді ол адам бітті, енді қабір әлемін көрмейді месен, жоқ, көреді. Өйткені адамның жаны ешқашан өлмейді. Дене топыраққа қайтарылады, бірақ денеңдегі жан сол. Алла Тағала адамның жанын, жындардың, періштелердің жанын мәңгіге жаратқан. Адамның жаны ешқашан өлмейді. Сол жан барзақ әлемінде не рахат көреді, не азап көреді, Құдай сақтасын. Омен не ешкім құтыла алмайды екен. Ау? Қияметке шейін адамдардың баршасы сол барзақ әлемінде жердің астында күтеді. Қияметке шейін болады. Қайта тірілген күнге дейін. Қазір ешкім тозақта емес, ешкім қай жақта емес, жәннатта емес. Мынау уақытында сұрақ қойған екен ұстазға бір кісілер. Нар деген, тозақ деген от қой енді. Жаханнам деген мағынасы от. От, лаулаған от. Құдай сақтасын, жаханнам. Шайтан іблис мәңгі тозақта жанады. Ал шайтан неден жаратылған? Оттан жаралған. Сөз шәкірт ұстазға сұрақ қойып жатыр. От қалай азаптайды дейді. Шайтан өзі от болса, жаханнамда от болса, отқа қоссаң қалай болды дейді ғой. Қалай ол шайтан шырылдап ол жанын береді дейді ғой. Сол кезде жаңағы ұстазы далада сабақ қотқан ғой деймін, несіне қарағанда. Жаңағыда шәкірттен алдырып деп келеді кейде. Кесек алдырғанда кесек бар ғой. Сөйтіп кесекпен бұрып тана жігітті ше. Бірнешеуін лақтырып үстіне. Ойбай, ауырып жатыр айқайлаған ғой жаңа балам. Ауырды ма деген? Ауырды деген. Топырақтан жаралғансың ғой сенде. Топыраққа ауыртты ма деген да. Кесек қой енді топыраққа. Адамда неден жаратылған? Адамда топырақтан жаратылған. Топырақ ұрған кезде не болды? Ауырды ма, ауырмады ма? Басыңа кесекпен бұрышсыншы қазір. Ауырмады деп отыра бересің ба? Кесекті ауырта алмайды деп, ауырады ғой. Сол сияқты болады деген. Отты күйдіре алады. Демек, бауырлар, ол барзақ әлемінде, ол тозақтың шұңқырынан Құдай сақтасын. Ол соған лайықты болған болса, ол денесі өйге жете алмаса да топыраққа, жаны не көреді екен? Азапталады дейді. Немесе жәннаттың бір бақшаларынан болады иншалла, ол рахаттанады. Барзақ әлемінен құтылып кету жоқ. Не азап, не рахат. Өзі мынау кітаптарда келеді бауырлар. Осы барзақ әлемі өзі белгілі болып қалады екен, кім қайда кететінін. Барзақ әлемінде өзі түсінікті болады, бәрі нәрсе ашылады. Қазір біздің көзіміз көріп тұрған жоқ, құлағымыз естімейді ғой. Алла Тағала көзімізді перделеп қойған, құлағымызды перделеп қойған. Қазір осы жердің өзінде көп деген мақлұқаттар жүр қазір. Біз оны көріп тұрған жоқпыз олардың. Олар дауыстарын естіп тұрған жоқпыз. Олар қазір көзімізді көріп, дауысымызды, құлағымызды естіп қалсақ, бәріміз безіп кетеміз мына жерден. Ойбай, нелер жүр мына жерде деп, бәріміз тастап қашып кетеміз. Бірақ Алла субхана тағала осы өмірді тыныш намазымызды оқу үшін көзімізді перделеп қойған, көрмейтін қылып, құлағымызды естіп тастаған, естімейтін қылып перделеп қойған. Құлағымызды. Енді бауырлар жаңағы барзақ әлемінде не? Сұрағыңыз қалай болды? Сол барзақ әлемінде рахаттанып жатқан адам, иншалла арғап жәннатқа кететін адамдар олар. Барзақ әлемінде жәннаттың бақшасында болған адамдар иншалла. Олар қайда баратын адамдар дейді? Жәннатқа баратын адамдар екен. Ол адамдар күтіп жатыр, асығады екен, ерте қиямет болса екен. Неге десе, мен қандай жерде болғанымда ана әке-шешеме, бауырларыма айтып мақтанғым келеді дейді екен. Мен керемет жерде болдым, сіздер қайда болдыңыздар деген сияқты. Өйткені әркім өзі жеке-жеке бақшада болады ғой. Ал тозақтың шұңқырда болған адамдарда Құдай сақтасын, сол жерде белгілі болады екен, олар тозаққа баратын. Тозаққа баратын белгілі болды. Олар айтады екен, қиямет болмай қойса ғой деп. Өйткені қиямет басылса ар жағында не болады оған?
тозақ болады. Тозақтың оты одан да қатты азаптаушы азапқа кетеді ары қарай. Сол үшін сол кішкентай шұңқырда шыққан отқа күйгеннің өзінде тозақ болмай ақ қойса ғой ақырет деп армандап жатады дейді. Бірақ олардың армандарының бәрі жай болып қалады дейді. Оның бәрі жай ой, әшейін пікір, оларға айтқан ешқашан орындалмайды дейді. Сол үшін дұғада келгенде не? Қабір азабынан пана тілеңдер сақтасын Құдай, тозақ отынан сақтасын Құдай деп дұғада келгенде Пайғамбар айтқан деп айтамыз. Алла бізді тозақ отынан сақта, қабір азабынан сақта деп айту керек барлар. Айтамыз соны. Сөйтіп жамағатпен дұға қылудың бір мәнісі сол. Жамағат дұғаға кезінде тұрып кетпе. Дұғаға мұқтаж болмасаң кете бер. Жамағаттың ішінде бір адамдар бар, тақуа адамдар бар. Әмин десе бітті, дұғаға болады иншалла. Сол үшін жамағаттың дұғасынан жаңағыдай асығып отыратынымыздың бір мәнісі сол жерде. Кейде дұға болса асықпай тұрып кетпей жатады. Мүмкін шаруасы бар шығар, білмеймін. Сонда 2 минут кете ма, кетпейді ма? Бірақ жаңағыда үлкен не дұға нығметінен қалып қоймауымыз керек екен бауырлар. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Ерекше мейірім рахмет Алла Тағала еске білгенімізге амал етуімізді нәсіп еткейсін. Я Рахман Рахим. Баршамызды осы өзің разы болған 5 уақыт намазымызды толық орындауымызды нәсіп еткейсін. Кетіп жатқан кемшіліктер, қателіктер болса Алла Тағала өзін толықтыру өзін нәсіп еткейсін. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахим. Аллах.